тарихта Румайса деген әйел кісі болған. Румайса радиаллаху анха ансарлық әйел. Бұл кісі тарихтағы жалғыз әйел ислам дінін мәһрлікке ұсынған әйел. Біліп алыңыздар. Румайса деген кісі күйеуі қайтыс болды. Анас ибн Малик деген сахабаның анасы. Күйеуі қайтыс болғаннан кейін бұндай парасатты әйелден әркімнің дәмесі бар ғой енді. Анау келіп, мынау келіп қолын сұрауға. Соның ішінде ең бірінші Абу Талха деген кісі келіп қолын сұрайды жаңағы әйелден. Бірақ бұл Абу Талха мүшрик болады. Құдайға сенбейді. Үйінде бағана балықшы ұқсап талха құдайы бар. Біреу тастан, біреу ағаштан, біреу құрмадан, біреу бірдеңеден. Осындай түр-түрі бар құдайдың. Сол келеді айтады. А Румайса исламды қабылдап қойған. Пайғамбарымыз келмей тұрып Мәдинаға. Жаңағы кісі келіп, Румайса солай да солай, Құдай бізді жұп қылып жаратты, ер қылды, әйел қылды. Сондықтан қолын сұрап келіп тұрмын деп айтады ғой. Сонда Румайса айтады. Сен мүшриксің, яғни сен Құдайға Алланы жалғыз демейсің, а мен мұсылман әйелмін. Екеуміздің некеміз болмайды деп бір-біріне. Енді мен не істеуім керек дейді. Мұсылман бол дейді. Ана ойлап қалады жаңағы. Сразу үйіндегі Құдайлар есіне түседі. Еще қымбат ақшаға сатып алған ғой Құдайдың бәрін. Оңай дейсің ба тастау? Сен тұшын сол дінге неғып тұрсың ба? Алтын күміске неғып тұрсың ба? Енді есішті алтын күміс көп дейді. Дінді жалау болып отқан жоқсың ба сен десе? Жоқ, мен шын айтып отырмын дейді. Мен де сенің мықты еркек екенін білем. Құралайды көзге атқан ақын, батыр еркек екенін білем. Бірақ дейді, сенің дінің Құдайға серік қосатын дін дейді. Мұсылман болсаң болды дейді. Сонда ана ойланып отырады да, ойбай, қазір шығып кетсем басқа біреу келіп не қылып кетем екен дейді да, құрсын айырып қаларын, Құдайларын қош бол дейді да, давай қалай не қылады дейді да, мұсылман болады. Болды. Ғұсыл алып кел дейді, ғұсыл алып келеді ана. Ашхаду ан ла илляха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадан расулуллах. Мұсылман болады. Міне менің мәһрім осы дейді болды. Көрдіңіздер ме? Тарихта сондай мәһр жасаған ең ұлы әйел осы әйел. Сол мәһрімен және мына әрекетімен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, мен Румайсаның аяғының дауысын жәннатта естідім деп айтқан.